Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді дораяки дайындайтын боламыз. Келесі рецепттерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достар, бұл дораякилар өте дәмді, сіздерде дайындап көріңіздер. Ең алдымен 2 жұмыртқаға 40 грамм қант салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Қатты араластырудың қажеті жоқ, ақырын ғана қант ерігенше араластырамыз. Келесі кезекте массамызға 1 шай қасық мед салып, тағда араластырып аламыз. Достар, біздің жасап жатқанымыз жапондық дораяки. Сіздерде дайындап көріңіздер. Дайындалу өте оңай және дәмді болып шығады. Араластырған кезде осындай ешқандай түйіршіктер қалмауы керек. Одан кейін 1 шай қасық қопсытқыш салып, одан кейін 180 грамм ұн салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнды араластырған кезде біздің массамызда түйіршіктер қалмауы керек. 1 келкі масса шыққанша осылай жақсылап араластырамыз. Одан кейін массамызға 5 ас қасық су құямыз. Суды құйғаннан кейін де тағы да жақсылап араластырамыз. Массамыз 1 келкі болғанша араластырамыз. Біздің массамыздың сұйықтығы осындай болуы керек. Болғаннан кейін 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін қызып тұрған тапамызға осылай кішкентай шөмішпен немесе үлкен ас қасықпен 1 қасықтан құя отырып пісіріп аламыз. Бетіне осындай өрнектер шыққан кезде екінші жағын алмастырамыз. Осылай 2 жағын кезектестіре отырып пісіріп аламыз. Дораякилар өте тез піседі. Газдың астын ақырынға қойып қоямыз. Достар, сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болады және тез дайындалады. Таңғы асқа, кешкісін 5-тің шайына өте керемет. Келесі рецепттерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Дораякиді пісірген кезде тапаға ешқандай май жақпаймыз. Достар, осындай дораякиді кез келген салмамен ұсынуға болады. Мысалы, вареньемен, сгущенкамен, немесе нутелла шоколадпен өздеріңізге ұнайтын салмамен дайындауға болады. Қазір мен шоколадпен және вареньемен жасайтын боламын. Достар, мен дайындаған массадан 5 дораяки шықты. Достар, келесі кезекте осылай біреуін алып, ортасына өздеріңіз қалаған салманы салып, сәйкес келетін пішінді бетіне қойып, осылай жиектерін екеуін біріктіріп шығамыз. Видеода көргендей етіп жасасаңыздар, бір-біріне жабысады. 2 қайтара жасап шыққан дұрыс. Мен келесі дораякидің ортасына осындай сары өріктен жасалған тосапты салдым. Сіздерде өздеріңіз қалаған кез келген салманы салуға болады. Мұның да жиегін осылай видеода көргендей етіп біріктіріп шығамыз. Достар, осындай дораякиларды сіздерде жасап көріңіздер, өте дәмді болады және жасалу өте оңай. Бір ерекшелігі үйден табылатын азық-түліктермен дайындауға болады. Қазір ортасын кесіп көрсетем сіздерге. Дәмі өте керемет болады. Дастарханға қоюға да, қонақтарға ұсынуға да өте керемет тәттілердің бірі. Келесіде менің арнамдағы рецепттерді бірінші болып көру үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Және де комментарий бөліміне өз ұсыныстарыңызды білдіріңіздер.